Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Бакетаева Гүлшат Тұрсынқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы салалас құрмалас сөйлемнің әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз болып байланысатын түрлері. Сабақтың мақсаты салалас құрмалас сөйлемнің анықтамасы, өзіндік белгілері, жасалу жолдарын қайталата отырып, салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін, соның ішінде әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз түрлерін меңгерту. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мынандай сұрақтарға жауап берейік. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып, күрделі бір ғана ойды білдіретін, интонациялық жағынан бір бүтін болып тұратын сөйлемдер. Мысалы, аспанды тұтас жапқан бұлт сиреп, ара-тұра жұлдыздар көріне бастады. Құрмалас сөйлемнің қандай түрлерін білеміз? Құрмалас сөйлемнің түрлері салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, аралас құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлемге тән белгілер құрамындағы компоненттерінің алғашқысының баяндаушы тиянақты болып, келесі компонентпен өзара тең дәрежеде байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі. Мысалы, қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді. Сабақтас құрмалас сөйлемге тән белгі құрамындағы компоненттерінің алғашқысының баяндаушы тиянақсыз, келесі компонентпен бағына байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі. Мысалы, сын түзелмей, мін түзелмейді. Аралас құрмалас сөйлемнің құрамында ең кемі 3 компонент бола отырып, салаласып та, сабақтасып та байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі жатады. Мысалы, жабай шығып кетпегенде игілік жігіттерді сөзге айналдырып бөгей тұрмақ еді, бірақ оның реті болмай қалды. Салалас құрмалас сөйлем деп қандай сөйлемді айтамыз? Салалас құрмалас сөйлем деп құрмалас сөйлем құрамына енген компоненттерінің баяндаушы тиянақты болып, грамматикалық жағынан бір-біріне тәуелді, бағынышты болмай, өзара теңдік қатынаста тұрып, салаласа құрмаласуын айтады. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері. Бірінші, әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз байланысатын салалас құрмалас сөйлемдер. Бұған мезгілдес салалас құрмалас, себептес салалас құрмалас, қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдер жатса, тек жалғаулықты байланысатын салалас құрмалас сөйлемдерге кезектес салалас пен талғаулықты салалас құрмалас сөйлем жатады. Ал тек жалғаулықсыз байланысатын салалас құрмалас сөйлемге түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем жатады. Біз бүгін әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз байланысатын салалас құрмалас сөйлемдер, яғни мезгілдес салалас құрмалас, себептес салалас құрмалас, қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдерді өтеміз. Мезгілдес салалас құрмалас сөйлемге ғылыми әдістемелік еңбектерде мынандай атаулар берген. 1916 жылы Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы еңбегінде жайылыңқы сөйлем деп берілсе, 1936 жылы құрастырылған оқу бағдарламасында ыңғайлас салалас, ал 1939 жылы Сәрсен Аманжолов пен Нығмет Сауранбаев қазақ тілінің грамматикасы еңбегінде тіркес салалас деп атаған болатын. 1961 жылы Төлеутай Қордабаев қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер синтаксисі еңбегінде мезгілдес
салалас құрмалас сөйлем деп атаған болатын. Мезгілдес салалас құрмалас сөйлем дегеніміз компоненттері бір мезгіл ішінде бірінен кейін бірі іле-шала болған немесе болатын іс-әрекет мезгілдік қатынасы жоқ, бірақ мағыналық жағынан өзара ыңғайлас болып келетін бір тектес жай күйлерді мезгілдес салалас құрмалас сөйлем деп атаймыз. Мезгілдес салалас құрмалас сөйлемнің мағыналарына қарай екіге бөліп қарастырамыз. Бір мезгілді салалас сөйлем және әр мезгілді салалас сөйлем. Бір мезгілді салалас сөйлем дегеніміз мезгілдес салалас компоненттері бір мезгілде атқарылатын іс-әрекетті білдіреді. Күн де батты, жол айрығына біздер де жеттік. Яғни күннің батуымен қатар жол айрығына келген адамдардың бір мезетте болғандығы жайында сөйлем баяндалып тұр. Ал әр мезгілді сөйлемде бірінен кейін бірі іле-шала болған немесе болатын іс-әрекет мезгілдік қатынасы жоқ, бірақ мағыналық жағынан өзара ыңғайлас болып келетін бір тектес жай күйлерді де білдіреді. Мысалы, Бүркітбай балаға Амантайдың кескін кейпін айтып еді, баланың көмейі бірден-ақ босай бастады. Яғни, алдымен Бүркітбай балаға Амантайдың кескін кейпін айта бастайды. Яғни, бұл бірінші компоненттегі ой. Содан кейін баланың көмейі босап, яғни сөйлей бастағандығы жайында сөйлем баяндалып тұр. Мезгілдес салалас құрмалас сөйлем әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз байланысады. Мезгілдес салалас сөйлем құрамына енетін жай сөйлемдер бір-бірімен да, де, та, те және әрі ыңғайлас мәніндегі жалғаулық шылау арқылы жасалады. Мысалы, менің артымнан тағы бір қыз туды да, әке-шешем атын Балтуған қояды. Қашқын ұзап кетті және Кертөбелге жетер мұнда ат та жоқ. Жалғаулықсыз мезгілдес салалас сөйлем. Бұнда компоненттер жалғаулық шылаусыз бір-бірімен іргелес қатар тұру арқылы байланысады. Мұндай салаластар мезгілдес салалас сөйлемнің жалғаулықсыз түрі деп аталады. Мысалы, ол неше түрлі қызық әңгімелерді маған айтады, мен аузымның суы құрып тыңдаймын. Яғни алғашқы компонентте сөйлеуші адамның қызық әңгімелерді тыңдаушы адамға айтатындығы, ал тыңдап отырған адамның аузының суы құрып сүйсініп тыңдайтындығы жайында баяндалып тұр. Жастар бір бөлек әңгімелесіп отыр екен, мен де соларға қосылдым. Келесі салаластың түрі себептес салалас құрмалас сөйлем. Ғылыми әдістемелік оқулықтарда мынандай атаулар берілген екен. 1916 жылғы Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы еңбегінде себептес салалас сөйлем деген атау берілмеген. Ал 1936 жылғы оқу бағдарламасында себеп салдар салалас деген атпен тұңғыш рет сөз болған. Себептес салалас құрмалас деп компоненттері бір-бірімен себептестік қатынаста тұратын құрмалас сөйлемді айтамыз. Себептес салалас құрмалас сөйлем әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз жасалады. Себептес салалас құрмалас сөйлем құрамына енетін компоненттері өйткені, себебі, сол себепті, сондықтан деген себептес мәндегі жалғаулықтар арқылы жасалады. Ал жалғаулықсыз түрі іргелес, қатар, тіркесу арқылы жасалады. Себептес салалас сөйлем өйткені, себебі деген жалғаулықтар арқылы құрмаласатын жай сөйлемдерінің соңғысы
іс-әрекеттің себебін білдіреді де, алдыңғысы сол себептен туған нәтижені, салдарды білдіреді. Мысалы, оның толқығанын әмір байқаған жоқ. Өйткені ол аң-таң болып барлық назарын Әбдірахманның түрінің жан танымастай өзгеріп кеткеніне аударды. Сондықтан, сол себепті жалғаулықтары құрамына енген компоненттер алдыңғы компоненттегі іс-әрекет арқасында туатын немесе туған нәтижені, салдарды білдіреді. Мысалы, менің кім екенімді қысқаша түрде Жұмабайға әкесі айтып берді. Сондықтан менен қымсынбай сөйледі. Себептес салалас сөйлемдер компоненттері бір-біріне тіркесе, іргелесе айтылу арқылы жалғаулықсыз түрі жасалады дедік. Мысалы, шешесі тағы 2-3 бауырсақ беріп еді, басқалары қаспақ тұмсыққа көздерін аларта қарады деген сөйлемде алғашқы компонент шешесі тағы 2-3 бауырсақ беріп еді, бұл бірінші компонент деп отырмыз. Басқалары қаспақ тұмсыққа көздерін аларта қарағандығы бұл екінші компонент. Яғни, басқалары қаспақ тұмсыққа не үшін көздерін аларта қараған екен? Себебі, шешесі 2-3 бауырсақ басқаларынан артық бергендігі үшін болса керек. Жабайды сойылға жыққан игіліктің жігіттері екенін Жұман білген жоқ. Әлде қалай аттан құлаған шығар деп ойлады. Салаластың келесі түрі бұл қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемге әдістемелік, яғни ғылыми еңбектерде мынандай атаулар берілген екен. 1916 жылғы Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы еңбегінде қайырыңқы салалас сөйлем соңғысы алдыңғы сөйлемге қарсы мағыналы болып қисады деген анықтама берген. 1936 жылғы оқу бағдарламасында ереуіл салаласы деп аталғанда, ол бірақ сонда да, сөйтсе де, дегенмен, қайта деген дәнекерлер арқылы жасалады деп анықталған. Кейінгі жылдардағы зерттеулерде, оқулықтарда, қай-қайсында болса да, салаластың бұл түрі қарсылас, енді бірде қарсылықты деген атаулармен біркелкі айқындалып келеді. Қарсылықты салалас сөйлем дегеніміз құрамындағы компоненттерінің мағыналары бір-біріне қарама-қайшы келетін құрмалас сөйлемдерді айтамыз. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемде әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз болады. Компоненттері бір-бірімен ұштастырып, олардың арасындағы мағыналық қатынасты айқындай, дәлелдей түсетін дәнекерлер қатарына бірақ, дегенмен, әйтсе де, алайда, солай болғанмен деген қарсылықты жалғаулықтар және жалғаулық мәнді сөздер жатады. Бұл дәнекерлер екі компонент арасында келеді де, өздерінен кейінгі сөйлем құрамына енеді. Мысалы, алыстан әлдекімдердің күбірлеген даусының жаңғырығы естілген сияқтанады. Бірақ қай жақтан естілгенін шамалай алмаймын. Мұқата сөйлеген шұғылдың сөзін хакім де естіді, бірақ бұл сөзді ол кек тұтқан жоқ. Қарсылықты салалас сөйлемдер компоненттері бір-біріне тіркесе қатарласа келіп, айтылу арқылы жалғаулықсыз түрін жасайды. Бірінші, заттың, құбылыстың, оқиғаның бұрынғысы мен қазіргі күйі қарсы қоя салыстырылады. Мысалы, бұрын бай еді, болыстыққа таласамын деумен ақ малын құртып алды. Яғни алғашқы сөйлемде бұрын бай болғандығы, болыстыққа сайланамын деп жүріп, талай малынан айырылғандығы жайында баяндалып тұр. Екінші, бірінші компоненттегі субъектінің іс-әрекетіне, ой ниетіне, екінші компоненттегі субъектінің іс-әрекеті, ісі қайшы келеді. Мысалы, қасындағы ұсақ қыздармен қалыңдық алдаусыратпақ болып еді, Абай мен Ербол оған көнген жоқ. Үшінші, бірінші компоненттің логикалық қорытындысы ретінде
екінші компонентте болуға тиісті әрекет болмай шығады. Мысалы, кірпіш үй сыртынан қораш еді, ішіне енгенде бұған да көңіл тойып қалды. Төртінші, қарсылықты мағына компонент баяндаушы қызметіндегі етістіктердің бірінің болымды, екіншісінің болымсыз түрде айтылады. Мысалы, хакім бұл оңай әдісті молдалардан естіген жоқ, мұны оған әмір айтып еді. Енді мына берілген сөйлемдерді салалас құрмаластың сөйлем құрамына қарай, түрлеріне қарай талдап шығайық. Мысалы, сіздің қолыңыз босай қоймас, және босағанмен бұл жұмыс сізге ауыр тиер. Яғни бұл мезгілдес салалас сөйлем. Себебі, бірінші компонентте сіздің қолыңыздың босай қоймайтындығы туралы айтылып тұрса, екіншіден босағанмен бұл жұмыстың сізге ауыр тиетіндігі туралы айтылып тұр. Екінші, қарт оның не ойлап отырғанын сезген жоқ. Сол себепті бұл екеуіне ол көз де салған жоқ. Яғни бұл себепте салалас құрмалас сөйлемге жатады. Себебі, қарт оның не ойлап отырғанын сезген жоқ. Ол сол себепті бұл екеуіне көз салмағандығы жайында баяндалып тұр. Яғни қарт не себепті бұл екеуіне көз салған жоқ? Себебі олардың не ойлап отырғанын сезбегендіктен болса керек. Келесі, қарсылықты салалас құрмалас. Менде ондай талант бар деп ойлаймын. Дегенмен, Мақан мен Қайыздың алдында Алпамышты өз өнерім жеткенше айтып беремін. Яғни, ондай өнердің бар екенін, бірақ Мақан мен Қайыздың алдында Алпамышты айтып беретіндігі жайында баяндалып тұр. Үй тапсырмасын алайық. Тақырып бойынша әрі жалғаулықты, әрі жалғаулықсыз байланысатын салалас құрмалас сөйлемдерге көркем әдебиеттен мысалдар теріңіз. Назарларыңызға рахмет.